жалғасуы. Бірлік пенен берекенің жалғасуы. Жеті түрлі қасиетті дәмменен байтақ елдің бір толады бастауы. Жаңа жылым келіп жетті аңсаған, басқа ұлтпен татулыққа жар салған. Дәстүрімен мақтанамын елімнің, мен қазақ деп бар әлемге жар салам. Қазағымның жаңа жылы келгенде, қазағым қуанышта жүргенде, менде өлең таусуындай тасиды. Қазағымның қуанышын көргенде, наурыз келді, ал тойлаңдар жараңдар. Мына келген қуанышқа қараңдар. Шашу шашып ақ жаулықты аналар, мына тойда ойнап күліп алыңдар. Балалардың мінгені жорға тай болсын, жорғалата келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағыңа қарасаң, алтыннан телек орнасын, күн жағыңа қарасаң, күмістен телек орнасын. Бөлшіл бол, бозторғайдай төншіл бол. Бәйтелектей бүрлі бол, бұрама темір сым темір. Отқа салша жанбасын, суға салса батпасын. Тәңір берген несібе тепкілесе кетпесін. Үйіңіздің артында шатыр болсын, балаңыздың үлкені батыр болсын. Жау жағадан алғанда бөретіктен, балаңыздың батырлығы татыр болсын. Айтайын жарапазан есігіне, ол берсін қошқардай ғып бесігіне. Ол берсе қошқардай ғып бесігіне, береді Алла берген нәсібінде. Айтайын жарапазан бесігіне, қыз берсін құндыздай ғып бесігіне. Қыз берсе құндыздай ғып бесігіне, береді Алла берген нәсібінде. Алас, көзі жаманның көзінен алас. Алас, тілі жаманның тілінен алас. О Құдайым, зарыға күткен жаңа жылым келді. Жаңа жыл жақсылыққа, ескі жыл есілікке, менің ұрпақтарымда аман қыл. Кәле жаладан сақтай көр, жамандық әрекет. Алас, бар пәлеңнен алас. Көзі жаманның көзінен алас. Сөзі жаманның сөзінен алас. Тілі жаманның тілінен алас. У жаманның уынан алас. Алас, жамандық батқан күнмен, аққан сумен кетсін. Жақсылық арайлап атқан таңмен, көктемде бір ашқан гүлмен келсін. Алас, сақтай көр Аллам, бәрінен де мың алас. Көптен күткен наурыз тойы арайлы, нұрға бөлеп жатыр манайды. Мал түліктің балуызы татыған, қуат беріп бойымызға тарайды. Ақ тілек, бейбітшілік аман болсын, елім, жұртым қадірлі аман болсын. Туғандай бір анадан жамағаттар, достыққа берік мықты адал болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ассалаумағалейкум халқым менің, ұлыстың ұлы күні шаттан елім. Қол жайып алдарыңа келіп тұрмын, қабыл ал жаратқаным батамды менің. Алтыңдандар батамды, ардақтаңдар атаны, тойсаңдар тасып бүспеңдер, топастықты кешпеңдер. Ана сүтін ақтаңдар, арларыңды сақтаңдар. Жалқаулық жаудан жаманды, жеңеді оны күрескен, жеңіске жетер бірлескен. Кең пейіл дархан халқымыз, кеңейді дәстүр салтымыз. Дәстүрін елдің сыйлаңдар, дәстүрлі салтты тойлаңдар. Орындалсын ойларың, тойғаласын тойларың. Әумин. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын.
депутаты Жәміл Алханұлы, және де мәслихаттан Қанат Маратович, сонымен қатар Қарағанды облыстық Сәкен Сейфуллин театрынан Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, драматург, актер ағамыз Кеңес Нарымбайұлы ағамыз келіп отыр. Сонымен бірге осы театрдан ерен еңбегі үшін медалінің құрмет орденінің иегері Нұржібек Күлмесханқызы апайымыз келіп отыр. Және де облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма бас маман Сартыбай Жеміс, жастар басқармасын қолдау ресурсы орталығынан Ақжол Құрмасей басшысы болып келеді. Сонымен бірге өздеріңіз білесіздер, Майра Төлеубекқызы облыстық жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының жетекшісі, оны біздің оқушыларымыз жақсы танитын біледі. Негізгі жалпы бүгінгі шарамыздың жоспары осы Майра Төлеубекқызының жұмыс жоспарына сәйкес жасалынған. Естеріңізде болса, желтоқсан айында тәуелсіздік мерекесі қарсаңында бізде болған іс-шарада Қарағанды қалалық мәслихаттың хатшысы Бексұлтан Құдайберген ағамыз келген болатын. Сол кезде оқушылармен тағы да бір осындай бір сұхбат дөңгелек столдың басына жиналсақ деп тілек білдірген. Соған сәйкес жасалған жұмыс әрине, бірақ ағамыз денсаулығына байланысты келіп маған. Бірақ дегенмен де ол кісіге қойылатын сұрақтарыңыз болып жатса, жауап беруге дайын қонақтарымыз. Ендігі шарамыз ашық микрофон, мынау жастарды, балаларды осы сұхбатқа шақырамын. Келген қонақтарымызды таныстырдық өздеріңізге. Сондықтан өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, жалпы негізі мамандық таңдау мәселесіне көп тоқталамыз деп бүгін шешкен болдық. Келешекте жастарымыз қай мамандыққа қарай бағытталса, өздерінің жолдарында, яғни қандай қиыншылықтар болып жатса, соған оңай шығу жолын осы ағаларымыздан ақыл кеңес алсақ. Құрметті оқушылар, бүгінгі жиынға қатысып отырған қонақтар, мынау 76-шы орта мектептің аясында болып жатқан бүгінгі шара, мен ойлаймын, өте жақсы шара екен. Енді бұл шара үнемі осылай жалғасып тауып отырса, біз құлақ көреміз қалалық мәслихаттың депутаттары. Өкінішке орай бүгін Құдайберген ағалардың ауырып қалды да келе алмай қалды. Дегенмен ойларында жүрген билік туралы, қаланың ішіндегі тұрмыс, өмір, әрине барлық сұрақтарға жауап берілмейтін сұрақ болып жатса да, сіздерден, оқушылардан үнемі неше түрлі сұрақтар болып жатады ғой. Ойларында кездесуде міндетті түрде оның жауабын аласыздар деп ойлаймын. Мынау келе жатқан Наурыз мерекеміз құтты болсын. Өздеріңіз білесіздер, біздің ұлтымыз бәленбай жыл мынау Совет одағының бір мемлекеті болып тұрғанда, біз өзіміздің құндылықтан, өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздан айырыла бастадық. Оны қазір біз ашық айта аламыз, бірақ сол кездерде ашық айту қиын болатын. Былай айтсақ, Қазақстан мынау сол кездегі бірталай соны әрқатай дамыта береді деген ойландым. Әрине, мынау бүгінгі жиналып отырған отырысымыз өздеріңіз сияқты мінекей жастардың Қазақстанның дамуына, оның ішінде мына Қарағандының дамуына, облыстың дамуына немқұрайды қарамағандық деп ойлаймын. Өйткені өздерің осындай отырыс болса екен, кездессек екен, сұрақ қойсақ екен. Келетін сұрақ, біздің қаламызда балалар мен жеткіншектер сарайы жалғыз ғана. Оның үстіне ғимараты ол кішкентай ғана. Оған біз сыймаймыз. Біз
сіздерге айтқымыз келетіні біз тараптан өтініш болсын сіздерге. Осы біздің Майқұдық ауданына да бір жаңа бізге жеткіншектер сарайын салып берсеңіздер деген өтініш бізден. Өйткені бізде Майқұдықта ең көп, бізде көп мектептер бар. Оған және де қалаға баруға біздің кейде қаражатта жетпей жатады, шықпай жатады, кейбіреуінің ата-анасы қарсы болып жатады. Соған кішкене бізге жеткіншектер сарайын салып берсеңіздер. Балана келетін тәрбиеші, немесе тәлімгері, немесе мұғалімнің уақыты кетеді. Одан кейін көбінесе бір көліктен екінші көлікке мініп, ол екінші шығын кетеді. Сондықтан мен осы Майқұдықта бір 25-тей мектеп бар екен. Сол мектептің жайында ол жерде 1000-нан төмен бала оқымайды. Көбінесе 1000-нан жоғары санда балалар оқиды. Сондықтан көп шоғырланған бала. Осы Майқұдықта жасөспірімдер сарайы болмаса да, жасөспірімдер үйі деген бір үй болу керек. Орталық болу керек. Өйткені бұл жердегі өз мектептерінде жеткіншектер, ұстаздар қауымы өздері бір жиналып, өз жерде бір сұхбат болатын. Және де тағы да бір қалалық биліктен құлағына алтын сырға, осы бар ғой, мынау Майқұдық сортировка елді мекендерінен анау қаланың орталығындағы жасөспірімдер сарайына барады. Бір сол жаңалық есту үшін, не болмаса тапсырмалау үшін. Өйткенше, соншама адам тентілеткенше, сол жасөспірімдер үйіндегі жаңағы 1-2 адам неге бірінші күні сол Қазбек биінде, екінші күні осы мынау Октябрь ауданында, үшінші күні сортировка келіп өздері жүргізбеске. Соншама адамның уақытын жібермей. Өйткені сортировкадан кеткен, Майқұдықтан кеткен бір адам болатын болса, ол бір күні кетті деген сөз. Ол деген қаралмай қалған бала, не болмаса баланың артында тұрған ананың несі алаңдауы. Ата мен ананың. Сондықтан бұл көтерілген мәселе негізінде дұрыс деп ойлаймын. Сіздің де мектебіңіз осы Майқұдықта орналасқан ғой негізінде. Соны өзіңіз түртіп алсаңыз деп ойлаймын. Мынау сұрақты Бибігүл жақсы көтеріп отыр. Біздің қала өзі былай қарасаңыздар, орысша айтқанда компактный емес. Былай көлем жағынан өте үлкен, былай қарасаңыз мына жақта Михайловка кенті бар, былай қарасаңыз мына жақта Федоровка бар, Юго-Восток бар, мына жақта Пришахтинск дейді, одан кейін сортировка, көздерін жүгіртіп отырсаңдар, өзі бір шашылып жатқан қаланың бірі бізде. Майқұдық бар оның ортасында. Енді жаңа көтеріп отырған сұрағым өте орынды. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын Қарағанды қалалық білім бөлімі мынандай бір конкурс ұйымдастырған оқушылардың арасында өздерің қандай ауданыңда қандай көзбен қарайсыңдар, не көргілерің келеді деген. Сонда бірнеше мектептер мынау Майқұдықта мынау спорт кешенінің жоқтығын айтқан, спорттың жоқтығын айтқан. Сол кезде оның макетін сызып, оны қорғап, сондай көптеген. Сонан кейін, онда мен соның ішінде неде болдым, жюриде болдым. Сонан кейін ептеп-ептеп осы сұрақты көтере келе, мінекей Майқұдықта қазір үлкен бір шок бар. Денсаулықта түзететін деген сияқты. Енді жаңағы айтып отырған мәселен бойынша қалалық білім бөлімі құр қарап отырған жоқ. Әрбір мектептен бос орындар болса, немесе жеке бір мектептер ашып, қосымша білім беретін, немесе мектептердің ішінен сол қосымша білім беретін мектептерден жаңағы домбыра үйірмесін, би үйірмесін, тағы басқа үйірмелерден кісілерді шақырып сондай жұмыс жасап жатыр. Бірақ бұл жеткіліксіз. Мен оған келісемін. Жаңағы сіздің айтып отырғаныңызда, Бибігүлдің айтып отырғаны өте орынды нәрсе. Осы Майқұдықта бір үлкен балалар үйінің жетпей тұрғанына біз біліп отырмыз оны. Дегенмен, қазір бізде мынау не бар? ВК. Кеншілердің мәдениет үйі. Өздерің білесіңдер. Біз ойлаймыз, қазір мен жаңа Бибігүл айтып отқанда ойланып отырмын.
сол кеншілердің мәдениет үйі де өзінің несін ақтамай тұрмайды. Өйткені бұл жерде үлкен ғимарат, ішінде бөлмелер бар. Неге соның ішінде балаларды жинап, балаларға сондай үйірмелер ашып, өздерінің сұраныстары бойынша жұмыс істемеске деген ой келіп қалды да, бірақ енді мен қалалық мәслихаттың депутаты болғаннан кейін жаңағы айтқан сауалымды түртіп алдым. Мінекей Майра ханым да айтып отыр, мінекей қоштап отыр. Мен түртіп алдым, осы мәселелерді біз көтеріп отырамыз. Дегенмен ертең салынады деп айтатын ол артықтау болады. Өйткені қазір мынау Панель центр микрорайоны бар ғой, білесіңдер, анау метро деген магазин бар жерде. Сол жерден балалар үйін салайын деп жатырмыз. Ақша бөлінді, несі орын бар, жер бар, сол жерден балалар үйі салынады, үлкен. Енді онымен қатарласып, жарысып, мына жерден салына қояды деген мен айта алмаймын. Соны дегенмен онда біз көтереміз. Майқұдықта осындай бір балалар үйінің керегі бар. Өте қуанып қалдым. Өйткені біздің балаларымыз тек қана мектеп жасында оқуда ғана білетін емес, өмірдегі оқушылықтарын, өзінің өмірінің болашағын ойлайтын, сондай өзгелі ұрпақ келе жатқан, ойы кең ұрпақ келе жатқанына қуанып отырмын. Сондықтан да осындай тамаша кездесу, сұхбаттасу ұйымдастырып отырған мынау қалалық, облыстық оқу бөліміне осы мектептің ұжымына көп рахмет айтып отырмын. Шынында да ұлыларымыз айтқандай, қазіргі кезде, әсіресе қазір тәуелсіз заманымызда балаларды көп оқыта білу керек. Оқымау керек деген емес, тек қана кітаптан басқа қоймау емес, баланы тәрбиелеу керек. Шындығында алдыменен тәрбие, елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев қазір мына болашағымыз біздің жастарымызға өте көп көңіл бөліп жатыр. Мінекей жақында ғана кешегі ең соңғы жолдауының өзінде жиырма грант беріп жатыр. Бұл кімдер үшін? Бұл сіздер үшін. Мына тәуелсіз елімізді көтеріп беретін кімдер? Мынау сіздерсіздер. Мінекей қандай әдеп жазып қойған, мектеп шәкіртімен мақтанады дейді. Ал сіздер осындай Әлихан Бөкейханов сияқты ұлы Алаштың кемеңгер көрсетіп оқыған атындағы мектепте оқығандарыңызға мақтанып қойыңыздар. Мақтаныңыздар. Өйткені сіздердің алдарыңызда бетке ұстайтын, сол жолмен жүретін, соғып тұратын ұлы ғұламаның аттары мектепте оқушысыздар. Сондықтан да мектеп сіздермен ғана емес, ертеңгі сіздерде мектептерге мақтанатын болыңыздар. Ал енді жаңағы мінекей әлем сұраққа жаңа депутат замандас Мәриям айтып кетті. Әрине бүкілде шешілетін емес, бірақ та қазіргі қолымыздағы барлық еліміздің әдем пайдалана білуіміз керек. Осы барлық мектепті білесің, кешірім әдесары бар ғой. Онда да мысалы осы жергілікті ауданның басшыларымен келісіпті, онда да бір күнді бір сәтті балаларға арнап әдейі соған. Соның ішінде үйірмелер бар, соларға қазір соның келісу керек. Жоқ-жоқта қарап отыруға болмайды. Жоқ-жоқта осы алдында қараққа тағы әзірше бағымызбен іске асыра беруіміз керек. Мінекей қаншама қалалық мектептен бәрі шақырып әдемі кешім жасырмыздар. Біз енді өзіміз өнер саласында қызмет етіп жүргеннен кейін әрине сіздер мектебіңізден болашақта өнер адамдары болса екен. Бұл өнер деген қазір сан салалы. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздерде тек қана филармония, тек қана театр емес, қаншама салалар көбейіп кетті. Мына телевидение қазір қаншама таланттар керек, режиссер керек, дизайнер керек, продюсер керек, журналистер керек. Олар кім? Осы еліміздің көтерілетін сіздерсіздер. Сондықтан өнерге деген егерде бет бұрыстарыңыз болса, әр уақытта мына сәкелерімдер, сейфулерімдер, қазақтарым театр келіп, мысалы консультация алуға, болмаса шеберлік кластарды алуға. Ал келіңіздер, мұны мектептеріңіздеріңіз өнерге өте жақын адам, оны жақсы білеміз, өнерге деген жаны жігіт адам, сіздер талай спектакль алып бергенін білеміз. Сондықтан да сіздер келіп, осылар сұрап, мұғалімдеріңізбен келіп, осындай кездесу ұйымдастырып, театрдың ішінде де таныстырайық, актер болу үшін қандай салалар өз бөлімдері көп болады. Сөйлеушілерді оның ішінде сол бәрді таныстырып айтайық.
мүмкін соның ішінде ертеңгі сізде де өнер жылдар шығар. Өйткені бұл Қарағандыда облысы дегеніміз өнер кеніші театрымыздың алғашқы 26 жылы ашылған кезде ең бірінші алғашқы Қазақстанның халық артисін. Сіздер театрда балалар труппасын ашу ойларыңызда бар ма? Театрда балалардың осы мектепті көріп сіздер бар ғой Сәкен Сейфуллиннан сіздерді шақырып отырғанымыз бұл 76 мектеп сізді білесіз қандай мектеп екен. Бұл жерде шығармашылыққа жақындар балалар көп. Сондықтан сіздердің шығармашылықтарымен қызықты сіздерді шақырды. Театрда бұл жерде театрға қызықшылығы бар балалар болашақта біз қазірден бастап мектептен бастап таныссақ дейді. Сіздерде сол балалардың труппасын ашу мүмкін бе деген сұрақ. Әрине, бұл театрға келіп, волонтерлерге жаңа айтып бар, келіп көмектесуге болады. Ал енді біздерде көптеген балалар, мен актер болдым деп келіп, театрдың мынау актерлермен дайындалып, көптеген адамдар Алматының Жөйілбатында өнер академиясына, мынау Мұсақожа Жайбан Астанада өнер академиясына барып шығып, актерлер болып, біздің республикамызда әнші болып жүрген өте көп. Ал енді театр ішінде сізде бұл жеріңізде соны сұраныс болса, театр еш уақытта одан отказ етпейді. Сондықтан да бұған меңдеріңіз кереңіздер. Ал мына театрда 2 жылда бір рет болып тұратын фестиваль бар, театр балалар әлемінде деген. Бұл театр балалар әлемінде деген бір ерекшелігі, онда қазыларға тек қана мектептің оқушылары. Олар әр мектепте және де мынау көптеген өнерпаздардың қатысатын бишілер, әншілер, болашақ ұлтулғандар. Сондықтан да соған да келіп қатысуларыңызға болады. Біз 2 жылда бір болып сәуір айында. Ондай мүмкіншіліктеріміз бар. Көмектесуді аямаймыз. Ал егер сіздер де сондай үйірме ашамыз, осы бізге бір кісі беріңіздер десе, актерлерден біреуді бөліп беріп көмектесуге болады. Оқуға дайындаламыз десеңіздер, жеке консультация беруге дайынбыз. Рахмет. Үшін егер дарынды балалар болса, талантты жастар өсіп келе жатса, осы мектептің ішінен ашуға болады. Көркемдік үйірме дейді. Ал енді театр келіп жаңағыдай көрме жасауға әрекеттер дайын, айтылған сөз атылған деп жатсыз ғой. Одан ешқандай жаңағыдай жасөспірімдердің ішінен жарып шығып жатқан талант болса, неге келіп көмектеспеске? Әрине келесіз. Ол айтылған сөз болды. Неге? Баланың көркемде отырған бар ғой, бізде Буратино бала театры бар ғой. Сол ғой енді, неге бізде? Менің сұрағым театрдан келген мамандық туралы сұрақ. Сіздер осы мамандық иесі болғандарыңызға ризасыздар ма? Және мүмкіндік болып жатса, қандай мамандықты таңдар едіңіздер? Мамандықта қателескен жоқсыздар ма? Мен енді бұл театрдың келгені 76 жыл келгені, бірақ өзім мектепте оқып жүргенде мен жалпы жер жағында жетісу дейді ғой, Талдықорған облысынан. Алматыда бітірдім, бірақ бұл өнерге келем деген ойымда жоқ еді. Мен мұғалім болғым келген. Мектепте жүргенде мұғалім болып армандап, үйге келіп сол мұғалімдердің оқытқанын, олардың қимылын бәрін үйге салып жүргенмін. Сөйтіп аяғысынан өнерден бір шықты. Қазір өкінбеймін. Өйткені өнер деген бұл енді бір инемен құрып қазғандай дейді ғой. Соншалықты керегі мүмкін театрда жаңағы драматургтың пьесасын аламыз, режиссер болады. Оған өзге сеніп бір образын тапсырғаннан кейін, оған 10%-ға, 10% ғана жаңа режиссер беру мүмкін. Қалған 90%-ды өзінің бойындағы талантымен шығамыз. Сондықтан жаңағы артыра енді мен басқа мамандыққа бара алмаймын, қолымнан келмейді. Мынау жүйеге болған кезде жаңа айтып отырған мұғалімнің оған өткен. Жаңа мұғалім болмаса да, бірақ кәдімгі осылай театрда істеп жүрген біз қарағанды облысы филологияға бітірді. Ал және де жаңағы техникаға байланысты ғой, бойдағы қасиетіне, сол кезде бала кезінде білмесе де, соған өмірге келгеннен кейін Алматыға барғаннан кейін театр студиясына түскеннен кейін содан кейін өйткені бұл
апаларымыздың фамилиясы жазылып отыр. Бұл жайға жазылып емес. Қазақтың үш алыбының бірі бірер жазылып туған інісінің баласы. Сол өнерге деген, әдебиетке деген жақындығы осы театрға алып келген. Мен театрда осындай әріптесімен бірге қызмет істегенде осындай талантты жүрек жас көрме сияқты әріптесімнен әріптесім мақтанамын. Мектептің оқушысымын. Менің сұрағым журналистикаға жаңағы тележүргізуші маманына сұрақ қойғым келеді. Менің бала кезімдегі арманым әлі күнге дейін жалғасады. Мен теледидарда тележүргізуші рөлін атқарғым келеді. Ал осы менің арманымды орындау үшін менің ең басты қадамдарым қандай болу керек және де қандай оқу орындарын ұсынар едіңіздер? Тележурналистика деген біріншіден әр мәртебелі мамандық. Ол мәртебелі мамандық. Бірақ тележурналистиканың бүгінгі таңдағы бір ғана кемшілігі бар. Бұл ғылыми айналымға түсіргендігі. Тележурналистика ол мамандық деп қарамау керек. Ол синтезді өнер. Ал оның сымен астарын, қосақтарын қалыбын кигізу кез келген қолынан келетін емес. Ал егер халқымыздың талантын болса таудай Қарағанды мемлекеттік университеті Емел Өкетов атындағы журналистика, филология факультеті журналистика кафедрасында пәннің шыңдауын болады. Өйткені ол жерде талай таланттар, дода бұзған маралар шыққан, мектебі қалыптасқан, талай тектілердің, талай аузымен құс түсірген, сөзге ділмәр шешен журналистердің томағасын сыпырған орталық оқу ордасы деп айтар едім. Екіншіден, Қазақ ұлттық атындағы Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы сонда журналистика факультеті бар. Онда жаңағы бірнеше бөлім бар. Шатаспасам, 10 бөлім болады. Ол жерде біздің Қарағанды мемлекеттік университеті мен Казгудың айырмашылығы, біздің Қарағанды мемлекеттік университетінде сағат 6-ға шейін журналист мамандарды ұстайды. СРС-тер болады. Ал бірақ тілші деген оның сөздері, оның таланты доқтарға сыймайды. Осыны түсіну керек. Ал Қазақ ұлттық университетінде сағат 2-ге шейін ғана сабақ болады. Онда жаңағы сіздің баспада, радиода, телевидениеде, белді телеарнада шығармашылығыңызды шыңдауға, тереңнен көсілуге мүмкіндік мол береді. Жалпы тілшіліктің қамымен тіршіліктің нанын жеп жүрген журналист болғаннан кейін ең басында журналистің бойында адалдық болу керек. Ол адалдық деген, ол сенің патшаң көрермеге, ол адалдықтың артында ұлтыңа деген адалдық жатыр. Сонда болу керек. Екіншіден, журналистің өзіндік позициясы болу керек. Өнермендікпен өнер жасалмайды ғой. Өнердің өзі еліктеуден басқа болады. Сен белгілі бір журналистерге еліктеуің мүмкін, оның жақсы қасиетін бойыңа сіңіргенің дұрыс. Бірақ сен ол журналист болмайсың. Өйткені көгілдір экранның ар жағында тұрған көрермен оның сенің жасанды екеніңді біліп қояды. Екінші тұтынатын тағы бір позиция, тағы бір қағида. Журналистің өзіндік меңдік имиджі болу керек. Эфирге шыққан кезде мені көрген емес, менің хабарымды көріп шығу керек. Екінші журналистиканың этикалары болады. Бір қызық этикасын айтайын, сізде 40 градус аяз болса, не болмаса 40 градус аптап ыстық болса да, сіз мына қолыңыздағы микрофонға қолғап киюіңіз керек, басыңызға байлам шапканы киюіңіз керек. Бұл журналистің этикасы. Екіншіден, журналистің өзіндік салқындылық таныту керек. Кез келген мәтінді жазған кезде журналистен биліктің не халықтың жақтап шығып кетпеу керек. Салқындылық, нейтральность, соны сақтау керек. Енді әр адамның журналист болғаннан пароль деген болады. Әр адамның айтар сөзі бар. Мен өзі тәрбиелеген кешегі шығармашылық баян жасауға қойылбай ағаларымыздан бастап бүгінгі тау тұлғалармен таныстырған ағалармен үлкен қарыздармын әлі де, соны ескеріп жүрмін. Біріншіден, қазақ телевизиясында ар болып сөйлеп, тек қана қазақ телевизиясында ұлттың мұңын, жұрттың жоғын түгендеген Нұртілеу Иманғали деген журналист бар. Сол ағаны мен өзім өте журналист ретінде қадірлеймін, және де басқа да әріптестеріме үлгі тұтып құрметпен қараймын. Журналистің пароль деп айттым мен жаңа.
Ол пароль деген әр адамның сөзі болу керек кезден шыққанда. Мысалы, Нұртөре Иманғалиевтің сөзі бар. Бай қуатты болайық деген. Ал осы бір ауыз сөзбен ол бүкіл патша көңіл көрерменнің төріне кірді. Екінші, енді мен өзім мақтанбай-ақ қояйын, бірақ журналист деген өзінің ұстанымы болу керек. Ұстаным болған жерде бәрі болады. Енді пәлсапаға жақын, поэзияға жақын азамат болған сөзіміз бір ауыз өлеңнің түйінін сыйлайды. Еңбегімді жүрсінші арта берем, биікті болып халқыма жаққан едім, жаңалықты жақсы сөзбен түйіндеймін, арта берсін барша өлкеттің бар дәулеті. Қояр сұрағым Майра Төлеубекқызынан. Майра Төлеубекқызы, біз бәріміз білеміз, сіз көбінесе оқушылармен жұмыс жасайсыз, яғни жас ұландармен көбінесе. Негізі бұл сіздің бала кезіңізден бергі арманыңыз ба, яғни кішкентай кезіңізден мұғалім болуды, яғни балалармен жұмыс жасауды өзіңіз армандадыңыз ба? Рахмет. Мен бүкіл жастармен жұмыс істеймін, жұмысы бар, жұмысы жоқ, студенттермен. Мен ешқашанда ақылым жетіп ататын болса, ақыл сұраған адамнан ешқашанда оған әрі қарай итермеймін. Ол бірден. Енді менің арманым кезінде, кішкентай кезімде, шынын айтайын, біздің заманымызда жаңағы Нұржібек апайларымызда мұғалім болғым келді, ұстаз болғым келді дегендей әңгіме ғой. Негізінде біздің кезімізде әрбір ұстаз бір тұлға түгін. Ол кісілердің бір ретке мынау дәлізде кетіп бара жатып бүйтіп арқаңнан қағып өткені үйге келіп айтасың, маған сол ұстазым бүгін сөйтті бүйтті деп. О күні бар ғой, сен басқаша бір көңіл күйде жүресің, сен бір мақтау естіген күні басқаша болатын түгінсің. Сондықтан мен де ең бірінші арманым ұстаз болғым келгенді. Бірақ өмір өте келе, мен өзі бір ненің отбасының ортасында кішкене тәлпіштеу болып, тентектеу болып өскен қызбын да. Сондықтан мен мынау ішкі істер қызметкер болғым келді да, жаңағы оның ішінде де опер болғым келді. Сонымен бар ғой, біздің кезімізде жаңа закон деген не шықты да, журнал шығатын түгін, оған бір керемет жаңағы оқиғалар шығатын түгінде продолжение следует деп тастап кететін түгін. Ой, сонымен қырылысып жаңағы өзінің достарымызбен 3 бала, ер бала, мен дос болдық, өзіміздің версиямызды құратын түгіміз. Кейде менікі жеңіл шығып атады дұрыс болып, кейбірде олардікі болып жатады. Өкінішке орай мен 79 жыл мектеп бітірдім, осы жерге жоғары оқу неге милиция мектебіне келсем, мен қыз боласың, сені қабылдамаймыз деп, сол кезде тауым шағылған болатын тұғын. Содан мен оқуға түспеймін, мен бітті, бұл өмірді ұнатпаймын деп келдім де, студенттер отряды деген керемет болды. Оған барсаң, лауазымды кісінің қызы мынаған жазылды деп жаңа газетке басылып сөйтіп кетті де, жан-жағыма қарасам, кешегі 2-ді, 3-тікте оқып жүрген достарымыз Блат Салат деген бар ол кезде. Мен жаңа жоғары оқу орнына түсетіндей жағдайларын жасап жүр, сосын ойландым. Білім деген, бұл жоғары оқу деген ол басқаша екен деп. Ешкім айтпай, мынау комиссияның неге қабылдайтын күннің ең артқы күні бар документін тапсырдым. Мен мектепті, 8-ші мектеп, керемет, мынау Жезқазған қаласында 8-ші мектеп деген керемет мектеп бар. Ол жерден Алихан Байменов, жаңағы ол кезде бірінші Жезқазған облысының жаңағы білім басқармасының басшысы бастық болған ол жерде керемет мектеп бар. Жалғыз қазақ мектебі болатын. Соны тамамдадым, үздік тамамдадым. Сол кезде барып мен жаңағы аттестатым жақсы болғаннан кейін мынау немен сұхбатпен политехникалық институтқа түсіп кеттім. Бірінші мамандығым менің инженер-строитель, екінші мамандығым экономист, карбу, үшінші мамандығым енді ол мынау советтер үкіметі ыдыраған кезінде менеджерлік мектептер басталды. Қазіргі мынау сен тұр мен атайын, суға батпайтын, отқа жанбайтын менеджер мектебі болды. Мынау жас белсенділерді дайындайтын жастардың сол кездегі қаймақтарын. Мен мынау Прибалтикада сондай менеджерлік мектепті бітіріп бердім. Былайша айтқан кезде мен саясаткермін. Тағы да бір айтайын дегенім, менке одан кейін мынау байланыс саласында басшы болып жұмыс істедім. Сол кезден осы бар ғой, мынау жастарға, балаларға біреуге үйретуге, жаңағы сол ұстаздарының келбеті мынау ойымда қалып кеткен болу керек. Мына Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағанбетов бірінші рет мемлекетіміздің жастар комитетін ашқан кезде мен Жезқазған облысынан шақырды. Содан бері осы балалардың мұңын сүртіп, жастардың мұңын тыңдап, сөйтіп қызмет жасап жүрмін еліме. Шын айтқанда енді мен
мен сендерге қояйын деген сұрағым бар. Жаңа мен енді және менің шешем не болды? Тіл маманы және журналист болды. Сол айтты, әй сенің мінезің онша емес қой, қызым-ау, сен осы әйелдер несіне ұжымында жұмыс істей алмайсың, сен мұғалім болмай-ақ қойшы дегені бар тұғында. Бірақ әлі күнге дейін әрбір мектепке барған кезде, көбінесе мен мектепте жүрмін ғой, жаңағы ұстаздарға қызығам. Шіркін қандай бақытсыздар, күнде балалардың келбетін көресіздер, жақсылық жасайсыздар деп. Ал міне Сара, сен де ұстаз болғың келеді дейсің. Ал егер бар ғой ата-анаң басқаша әңгіме айтты, сол кезде сен соған да берілмей ұстаз болдым дейік. Бір 10 жыл алға қарай не қылайықшы, кішкене қиялға берілейікші. Сен осы жерге келдің, Абылай ағайың жоғары лауазымға кетті, сен осы мектептің директоры болдың дейік. Сонда бар ғой, не өзгертер едің болашақта білім саласында? Ал қиялдап көрдің ба? Басшысы болып жатсам, әрине мүмкін кішкене бір білмеймін өзгерістер енгізер ме едім, жаңағы мүмкін енді дамығанда 3 тілде болады дейді ғой, сол 3 тілдікте қазақ тілін кішкене болсын дәрежесін жоғарлатып менің достарыммен сол Жасұлан үйім арқылы басқа да мектептермен достастық. Сол достарымның сұрауы бойынша тағы да сол сұрақты қоя кетейін. Сол басқа мектептерге Алаш ардақтыларының есімі берілуі жоғары жақта қарастырылып жатыр ма? Кеше ғана 92-ші мектептің достарымен сөйлестім. Сол жақта есе айтып көріңдерші деп тағы да ұсыныс тастады маған. Былтыр 13 желтоқсан күні нағыз Алаш партиясының, Алаш автономиясының құрылған күнме-күн, сағатымен сағатында осында бір керемет терек іс-шара өткен түгін. Оған Қарағанды қаласының маслихатының хатшысы Құдайберген ағайымыз келген түгін. Сол кезде осы үндеуді ол кісіге берген түгінбіз. Және балалар осындай сауалнамасын қойған түгін. Енді сол отырыста бізбен бірге болған Қанат ағайларымыз да отыр. Енді сол кісіден сұрасақ. Енді бұл жақты қарауға заң жолы керек. Бұл бәрі қарауға болады, олар басты керек. Емес, өйткені бірде билік мораторий жариялап тастайды оған, бірде оны керек кезінде ашады деген сияқты. Көптен бері мінекей Октябрь ауданының атында өзгерткіміз келіп жүр ғой, әлі болатын шығар деген ойдамыз. Дегенмен мынау көтеріп отырған сұрақтарын дұрыс сияқты. Неге деймін? Неге? Өйткені әрбір мектепте, мысалы, мынау осы 76-шы мектеп сияқты Алаш ардақтыларының атыма, жоқ әлде біздің өзіміздің ұлттың белгілі азаматтар мен азаматшаларының атыма оларды тарихта қалдыру керек. Ұмыт қалдыру. Бұл кезде ең бірінші курс оқып жүргенде бізде Батыс Қазақстан 4 облысынан группаның 40% батыстың балалары солар 14 күн таңертең келіп университетте барлығымызды құшақтап жастарымызбен егер ренжіткен ұстарымыз болса кешірім сұраймыз дегенде ең алдымен таңертең қаламыз. Бірақ біздің оған бойымыз үйреніп кетті. Қазір тек басының тұрған емес, қазір бүгін баса желісіндегі барлық құттықтауға келіп жатыр. Бұл барлық жерге енеді деген ойдамыз. Себебі бұл өшкеннің жаңғыруы секілді. Көптен ирандар өйткені қыс аяқталып, жер жүріп, наурыздың алдында, ұлыстың ұлы мерекесінің алдында егер бір-бірін құттықтап жатса, кішілер үлкендердің бір жағдайын біліп жатса, бір-біріне кешірім сұрап жатса, ондай мерекелердің артықтығы жоқ деп ойлаймыз. Жаңағы біздің Алаш ардақтыларының ұлықтау, оларға мектептің немесе көше, қала атауларын беру. Бұл әрине жаңа айтып бағаларымыз бір шығару емес, бірақ ерте бұл мәселелердің көбісі кейбір жерлерде шешіліп жатыр. Ономастикалық комиссиямен былтыр Қарағанды облысында да, Нұра ауданы болсын,
қаншама жерлерде жер ата-аналар өздері жүр. Мен өзімнің сұрағымды Ақжол ағаймен Сәтбай ағайға қойғым келеді. Сіздер жаста болсаңыздар, бір жастар басқармасында басшылық қызмет атқарасыздар. Және де менің білуімше сіздер патриот адамсыздар. Ал біздерге, яғни жастарға патриот болуымыз үшін қандай істер жасау керек? Жалпы бізге қандай кеңес бересіздер? Жақсы кездесу, келелі кеңес өтіп жатыр. Шынымен де рухани жаңғыру осындай кездесулерден, осындай бас қосулардан, осындай пікір алмасулардан басталса керек. Жаңа сұрағыңызға жауап бермес бұрын мен бір кіріспе сөз айта кетейін. Бір мектепте, осы Қарағандының бір мектебінде мұғалімдер шығарма жазып балалар. 11-ші сыныптың балалары бір-екі айдан кейін сабақ оқуларын бітіріп, үлкен өмірге аттанатын балаларға шығарма жазып. Болашақта кім болғымыз келеді деген тақырыпта. Сөйтсе жаңағы енді адам баласының жаратылысының қызығын қараңыздар. Барлық қыздар дейді да, қыз балалар былай деп жатыр. Мен оқуымды бітіремін, оқу бітіргеннен кейін жоғары оқу орнына түсемін, жақсы мамандық иесі боламын. Одан кейін жақсы жұмысқа тұрамын, жақсы жұмысқа тұрып, өзімнің карьералық өсуімді өзіме қамтамасыз етемін білімнің арқасында. Одан кейін ата-анама көмектесемін. Біздің мектебіміздің мұражайына қош келдіңіздер. Мектеп тарихы халқымыз тәуелсіздігін алып, егемендігін жариялағаннан кейінгі жылдан басталады. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1992 жылғы 21 қаңтар күнгі нөмір 50 қаулысы және Қарағанды облысы әкімдігінің 1992 жылғы 25 наурыздағы нөмірі 107 қаулыларына сәйкес нөмір 76 мектеп 1992 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жалпы білімді қазақ тілінде беретін орта мектепке Әлихан Бөкейхан есімі берілді. Сонымен қатар алдарыңызда мектеп тарихына байланысты мектеп ұстаздар мен оқушыларының баспа беттерінен шыққан материалдармен таныса аласыздар. Өмірде өршелене алға ұмтылған, өнегелі ұлағатты ұстаз болған, өскелең ұрпағыңа бағыт болар, өркенді іс атқара қызмет қылған, өнер білім жолында көпке жағып, өшпестей қасиетімен есте қалған деп, Баян Көкенов ағамыз айтқандай, өз өмірін туған жердің елінің өркендеуіне арнаған бір туар азаматтың бірі.